Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге Жанат Исламқызы. Мен лор дәрігермін. Бүгін біздің алла жазса бірінші сұхбатымыз. Былай айтқан кезде осы контентте жүріп жатқан, иә. Менімен бірге қасымда отырған Парасат Қайратқызы, инфекционист дәрігер. Менің подругам, былай айтқан кезде, не буду скрывать деп па. Бүгін біздің тақырыбымыз қызылша тақырыбын алып отырмыз. Ең бірінші видео қылып, себебі қазіргі кезде барлығымызға әйгілі қызылша әлем бойынша өршіп тұрған қазіргі не только эпидемия, пандемия болып жатыр қазір. Және қазір осы қызылша ауруы туралы не айтасыз, Парасат Қайратқызы? Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе, Жанат Исламқызы? Қызылша деген бізде өте жоғары жұққыш, контагиоздығы 99-100%-ді құрайтын, ауалы тамшылы жолмен таралатын, жоғарғы тыныс алу жолдарының шырышты қабатын, көздің шырышты қабатын зақымдайтын, сонымен қатар өзіне тән патогномды белгілермен жүретін, тері беткейін зақымдайтын, бөртпелінің шығуымен жүретін РНК-лы вирус болып табылады. Получается, бұл вирус, е? Я вирус, РНК-лы вирус. Бұл қызылшаның белгілері қандай жалпы? Клиникасы дейміз. Қызылшаның белгілері алғашқы бастапқы бірінші, екінші, үшінші күндері бізде қалыпты көп кездесетін тұмау, грипп, ОРВИ сияқты басталады. Яғни құрғақ жөтел, приступообразный жөтелдің болуы, ларингиттің белгілері болады балада. Сонымен қатар дене температурасы өте жоғарғы деңгейге жетуі мүмкін, 41-42-ге дейін жетуі мүмкін балаларда. Бұл бастапқы бірінші, үшінші күндері балада болады. Сонымен қатар баланың көзінің склерасы қызаруы мүмкін, көзінен жас ағуы мүмкін балада. Жарыққа бала реакция беріп, жарықтан қорқу, фотофобия белгілері болуы мүмкін балада. Сонымен қатар көзінен шырышты бөліністердің, кейіннен іріңді бөліністердің болуы, яғни конъюнктивиттің белгілері болуы мүмкін балада. Одан кейін бізде осы бірінші және үшінші күн аралығында тек қызылшаға тән, қызылша инфекциясына тән ауыз қуысында, ұртта бізде манная крупа немесе тұз тәрізді ақ ұнтақтың болуы, бұл медицина тілінде Филатов Бельский коклих дағы деп аталынады. Осы бізде дақты көрсек, қызылша диагнозы 100% қойылады, ол клинически қойылады. Бұл дақ осы 3 күннен кейін бізде жоғалып кетеді, көрмейміз 3 күннен кейін. Одан кейінгі ерекшелігі ол бөртпе, яғни денесінде баланың қызыл, алқызыл, көзге анық көрінетін бөртпенің пайда болуы. Бұл бөртпенің ерекшелігі осы қызылшаға тән басқа бөртпемен жүретін инфекциялардан ерекшелігі ол жоғарыдан төмен қарай этапты түрде дамуы. Яғни бізде бірінші бет аймағында, құлақтың артқы бөлігінде, мойында, кеуденің жоғарғы бөлігінде пайда болады. Одан кейін, яғни бұл 4-5 күндері. Осы күндері бізде дене температурасы өте жоғары деңгейде 40-41-де тұрады. Ол дене температурасын түсіретін дәрілермен түспейді. Одан кейін ол бізде төмен қарай, яғни кеудеге, қолдарға, одан төмен қарай аяққа солай тарала береді. Соған байланысты бізде дене температурасы түсе береді, төмендей береді. Осы бізде толық бөртпе шығып болғанша дене температурасы жоғары деңгейде ұсталып тұрады. Сол ерекшелігі этапты жоғарыдан төмен қарай дамуы балаларда. Мысалы, балада, мысалы айтайық, аяққа бөртпе шығып бастаған кезде бастағы бөртпелер қалады ма? Бастағы бөртпелер азаяды, немесе толық кетуі мүмкін. Сонымен қатар осы бөртпе бізде диаметрі үлкен, олар бір-бірімен қосылуға бейім болып келеді. Бөртпе бізде кеткен сайын орында пигментация, яғни қарайып орындары қабыршақтанып солай жазылады бізде бөртпе. Қабыршақтанып жазылады, ақ қабыршақтар денесінде баланың қалады. Мысалы айтайық, ата-ананың, мысалы бір отбасының баласы солай температура кетіп жатыр дейді.
мысалы осы сізде қызылша болуы мүмкін деп ауруханаға баруыңыз керек деп айтатын бір белгі бар ма, ата анаға бүйтіп дабыл қағатын? Ол бірінші белгісі конъюнктивит, яғни басқа инфекциялық аурулардан ерекшеленетін склераның қызаруы, көзінен жас ағу, жарыққа реакциясының болуы, жарықтан қорқуы баласының. Одан кейін ұртта филатов коплих дағының пайда болуы, оны қиындық тудырмайды деп ойлаймын. Анықтау ата-аналарға. Одан кейін ол өте жоғары 3-4 күн ешқандай дәріге мойынсынбайтын температура. Одан кейін баланың жалпы жағдайы, бөртпенің шығуы. Егер де балада қазіргі эпидситуацияға байланысты осындай клиникалық белгілер болса, ата-аналар стационарларға қарауға тиіс. Міндетті, себебі ата-аналар ол қандай ағымда жүріп жатқанын білмейді. Ол үйіндегі басқа адамдарда контакт болып қалуы мүмкін. Еще асқынулары болуы мүмкін. Хорошо. Так, енді мысалы осы мысалы айтайық, ауруханаға жеткізілмеді бала. Мысалы менде бір сондай ситуация бар, осы бүгін ғана болған оқиға. Жаңағы осы қызылшамен ауырып жүрген бала қатты жөтеліп маған алып келді ата-анасы. Белгілі бір себептермен, яғни ашық айтқанда енді анасы өзі аяғы ауыр, жаңағы больницада жатып шығам дегенше бала үйде ауырып қалған. Баланы ешкім апаратын жағдай болмаған. Соответственно, балада өте қатты жөтел, яғни пневмонияға дейін ауысып кеткен менің неғым бойынша. И ауруханаға жібердік. Мысалы осындай асқынулар, тағы қандай асқынулар бар? Мысалы егер ауруханаға жатқызылмайтын бала болса, жіберіп алса, өзіңіз лор дәрігер ретінде ол ең жиі кездесетін, лор жағынан патология, ол атит, ең жиі кездесетін, яғни құлақтың қабынуы. Бізде одан кейінгі асқынуы, баланың тіпті құлағының естімей қалуына дейін баруы мүмкін. Егер де уақытында, дер кезінде ауруды асқындырмай стационарларға, ауруханаға қаралмаған жағдайда сондай асқынулар болуы мүмкін. Құлақтың нашар естуі, одан кейін жаңағы айтып кеттім мен жоғарыда, көздің қабынуы, конъюнктивит, блефароспазм, фотофобияның болуы, склериттің болуы. Одан кейін мұрынның тоже қабынуы болады балада, ринит, ринорея, су ағу балада мұрыннан. Одан кейін ауыздың шырышты қабаттарының қабынуы, ол бізде қосымша, яғни баланың иммунитетінің түсіп кетуіне байланысты қосымша инфекциялардың қосуынан ауызда стоматит, әртүрлі жаралардың болуы ауызында баланың. Одан кейінгі осы медицина практикасында ең жиі кездесетін ол вирусты пневмонияның, қызылшаға тән вирусты пневмония өте жиі кездеседі. Осы стационарда жатқан балалардың аралығында ол көбінесе балаларда жөтел, кеуде тұсының ауруы, қосымша бұлшықеттердің тыныс алуға қатысуымен, сонымен қатар сатурацияның түсуімен, ол сол уақытында қаралмаса балалар орде синдромдардың дамуымен, яғни өте ауыр өкпе жағынан патологиялардың болуымен жүреді. Сонымен қатар бүйректің зақымдануы, стационарда кеш қаралған жағдайда немесе ауыр ағымды қызылша болған кезде көбінесе бүйректің зақымдануы, соның нәтижесінде зәр мен қанның шығуы, кіші дәреттің азаюы немесе мүлден шықпай қалуы сияқты, аяқтың ісінуі, яғни бізде белоктың пайда болуымен әртүрлі патологиялармен жүреді. Бұл барлығы айтып отқан асқынулар, яғни ерте кездесетін асқынулар болып табылады. Сонымен қатар бізде орталық жүйке жүйесінің зақымдануы менингит, менингоэнцефалит деп болады. Сирек кездессе де, бірақ болады. Сонымен қатар кеш кездесетін асқынулары, яғни біз қазір неге қорқып жатырмыз, барлық әлем бойынша осы тревога соғып айтып жатыр да, қызылша ол жаңағы қауіпті ауру, қызылша өте жұққыш ауру, ол қазір болмаса да болашақта баланың жаңағы өміріне, денсаулығына, өмірінің качествосын төмендететін ауру, асқыну, ол бізде склерозирующий панэнцефалит, яғни ол ауырып болғаннан кейін 2 немесе 10 жыл аралығында
немесе кейде 5 жылда 10 жылға жетпей бізде болуы мүмкін асқыну болып табылады. Яғни бұл кездескен жағдайда өте сирек кездеседі. Жаңағы ауыр ағымды осы қызылшамен ауырған кезде реанимацияда жатқан балалар, бүйрек қатты зақымданған балаларда бізде болады. Бұл аурудың жаңағы нәтижесі, исходы дейміз ғой, ол 100% өлім болып табылады. Емі жоқ. Емі жоқ. Сонымен қатар осы кейін кездесетін асқынулары, ол жаңағы жоғарыда айтып кеткенде құлақтың естімей қалуы, көздің толық көрмей қалуы амапрозға дейін алып келуі мүмкін. Сонымен қатар менингит, менингоэнцефалит болады бізде. Ол кезде балалардың тірі қалу мүмкіндіктері бар, бірақ дегенмен де өзінен кейін қалдық өзгерістер бізде міндетті түрде болады. Ол жаңағыдай мүгедектікке дейін алып келеді. Ал егер де панэнцефалит болған кезде, ол кезде тек қана қолдаушы біз терапия жүргіземіз, 100% өліммен аяқталады. Бұл панэнцефалит деген өте қорқынышты естіледі екен шынымен де. Вообще қаншалықты жиі кездеседі? Мысалы бүйтіп бір белгілі бір не бар ма, цифрлармен айта аласыз ба? Бұл өте сирек кездеседі. Осы ауырып шыққан, өте ауыр ағымда ауырып шыққан балалардың 1000-ның бірінде кездеседі әлем бойынша. Хорошо. Так. Бізде осының алдында осындай эпидемия болған, ол 2019-20 жылдары. Содан кейін бізде осы 22 жылдары осы панэнцефалит регистрацияланған. Қазақстан уже сол 19 жылы ауырған балалардың ішінде уже панэнцефалит регистрация болып жатыр. Оны қазір біздің былай айтқан кезде қоғамда, вообще бүкіл әлем бойынша емі жоқ мүлдем. Емі жоқ. Получается, қызылша бізде орталық жүйке жүйесіне әсер ететін вирус. Себебі жаңағы адамның жады дейміз ғой, память сияқты, ол бізде ми нейрондарында сақталып қалады. Ішінде қалып кетеді. Вообще бұл вирус негізінде қалай жұғады? Мысалы, қазіргі статистика бойынша біз Қазақстан әлем бойынша бірінші орындамыз осы қызылшаның жаңағы жұғуынан, қызылша ауруының тіркелу бойынша былай айтқанда. Бұл ауа тамшылы жолмен берілетін инфекция, жұққыштығы өте оңай. Бір адам қасынан жүріп өткен өзінде ауру адам болса, ол жұғады. Бірақ бізде жаңағы үлкен адамдардың иммунитетіне байланысты, бізде иммунитет болуы мүмкін, біз түскен вирусқа жауап қайтара алуымыз мүмкін. Бірақ бізде мысалға прививка алмайтын балалар болады ғой. Шынымен де өзінің қарсы көрсеткіші бар балалар. Қазір прививка алатын уақытта жедел респираторлы инфекцияның клиникасы бар балалар, немесе 1 жасқа жасы жетпеген балалар, сол балалар бізде прививка алмайды. Прививка алмайды. Соның нәтижесінде иммунитет қалыптаспаған балаларда, 1 жасқа дейінгі балаларда ол ауырып қалуы мүмкін. Негізі қызылшамен 5-7 жас аралығында жиі ауырған. Ал қазір осы 23 жылғы ауырып жатқан балалар арасында 1 жасқа дейінгі балаларда жиі кездеседі. Қазір оған қайтып келеміз әлі. Хорошо. Енді мысалы сіздің айтып отырғаныңыз бойынша, қазір мысалы біздің бірінші орында тұрғанымыз сол вакцинаның, прививканың салынбағанынан получается. Бізде халықта коллективті иммунитет жоқ. Себебі вакцина алған балалармен салыстырғанда алмағандар өте көп. Біз қазір интернет болсын, ғаламтор болсын, телефон, телевизор бәрінен көріп отырмыз, стационарлар толық. Мысалға балалар инфекциясында стационарда 300 орындық больницада, ауруханада 700-700-ден астам балалар жатыр. Оның аралығында осы қызылша ауруымен тіркелген балалардың арасында стационарға көбінесе ауыр ағымды балалар жатқызылады. 98% вакцина алмаған. Получается, прививка паспорттарында вакцина туралы ешқандай жоқ. Хорошо. Вакцина алынған, и сонымен қатар оның арасында
алмайтын, яғни жас көрсеткіш ол 1 жасқа дейінгі ол балаларда бар оның арасында. Хорошо. Бұл вообще негізінде бізді осы қазіргі эпидемиядан құтқарып алып шығатын бір нәрсе бар ма? Ол құтқарып алып шығатын, ол бізде вакцинация, прививка. Тек вакцинация, иә? Тек вакцинация. Не біздің осы вирусқа қарсы иммунитетіміз болу керек, не сол аурумен ауырып иммунитетіміз қалыптасу керек, яғни барлық балалар, үлкен кісілер ауырып шығады, немесе вакцинация алып, оған қарсы иммунитетіміз қалыптасады. Тек қана біздің иммунитетіміз қалыптасса ғана, либо ауырып шығып қалыптасады, либо вакцина алып қалыптасады. Солай ғана біз оны жеңіп шығамыз. Бірақ қазір қызылша басылып тұрған жоқ. Осы кездің өзінде де үлкендердің стационары болсын, балалардың стационары болсын, толып тұр. Стационарларда. Үлкендердікі де, тем более қазір беременналар, наверное, өте көп, қызылшамен ауырып жатқан. Олардың балаларын айтыңыз қанша. Әр триместрде, қай триместрде жұқтырғанына байланысты, соған байланысты, ол асқыну болуы мүмкін, жүктіліктің мезгіліне байланысты, соған байланысты стационарларда, ауруханаларда жүктілерге қатты көңіл бөлінеді. Жүктілерге, 1 жасқа дейінгі балаларға қатты көңіл бөлінеді. Мысалы айтып жатырмыз, тек вакцина бізді құтқарады деп. Вообще ол вакцина деген не, ол қалай вообще жұмыс жасайды? Вакцина дегеніміз ол бізде осы вирустың белгілі бір өлі немесе тірі микроорганизмдерді енгізу арқылы халықтың иммунитетін қалыптастыру. Соған байланысты осы бізде қызылшаға денсаулық сақтау министрлігінің берілген күнтізбесі бойынша 1 жаста вакцина салынады, 6 жаста ревакцинация салынады. Бірақ қазіргі біздің эпидситуацияға байланысты халықта біз иммунитет қалыптастырып үлгеруіміз керек аурумен, ол адам кездеспей тұр. Сондықтан бізде қазір кішкене күнтізбеге өзгерістер енгізілді. Қосымша жалпы халыққа ортақ массивті иммунизация бізде қазір жаңа бұйрық бойынша енгізілді. Ол бойынша бізде 6 ай, 9 ай, 29 күн аралығында вакцинация салынады. 2 жас, 4 жас, 11 ай аралығында ревакцинация балаларға салынады. Яғни біз 1 жас, 6 жасты күтпей, осы иммунизация бойынша қосымша вакцина алсақ, прививка алсақ болады балаларға. Хорошо. Мысалы бір бала ауырды деп қызылшамен, сол баланы енді айтып отырмыз ғой, мысалы қызылшамен ауырған бала ауалы тамшылық жолмен жұқтырады басқа адамдарға. Оның жұқтыру жиілігі де жиі деп отырсыз, жаңағы көп деп отырсыз, жоғары деп отырсыз. Сол қоршаған ортасына баланың қандай жаңағы нелер, іс-шаралар жүргізіледі? Бала егерде контактты болып қалса, яғни біз екінші баланы қорғауымыз керек, яғни изоляциялаймыз балаларды, оқшаулаймыз. Егерде бала вакцинация, прививка алмаған бала болса, 7-18 күнге, алған бала болса, 7-21 күнге біз изоляцияға жібереміз балаларды. Мысалы, жаңа карантин деп жатырмыз ғой, изоляцияға кетеді деп жатырсыз, иә? Мысалы айтайық, бір сыныпта бір бала ауырды қызылшамен, кәдімгідей клинический диагноз қойылды. Барлық класс сынып кетеді ма изоляцияға, карантинге? Иә, вакцина алған, алмаған статусына байланысты кетеді. Ал үйіндегі адамдар ше, мысалы айтайық, ол бала 4 ағайынды делік. Сол 4 ағайынды да тоже бармайды ма мектепке? Контактный болды ғой енді, ол мысалы отбасында сол бірге тұрып жатырған адамдар. Мұна баланың клиникалық белгілері бар ма, жоқ па, қадағалау керек, наблюдение жасау керек бұл бала. Жоқ, мысалы, жоқ, ауырған баланың үйіндегі. Ауырған баланың үйінде, олардың барлығы тоже контактный деп есептелінеді, барлығы. Осы баламен ауырғаннан кейін контакты олардың да үйге кету керек карантинге. Изоляция. Менде просто бір сондай жағдай болған, менің танысымда, жаңағы басқа балаларын сабаққа жібермей қойса, мұғалімдері звондап, қоңырау шалып, балаңыз қайда, неге жібермейсіз деген сияқты сұрақтар болған екен. Получается, біздің мұғалімдерге де кішкене ағартушылық жұмыстар болу керек. Получается, ол отбасында қызылша болған оқушының
басқа да бауырлары сабаққа балабақшаға жіберілмейді. Хорошо, оған келістік. Жаңағы сіздің айтқан жағы күндеріңіз бойынша, иә. Бірақ баланың вакцинация статусына қараймыз. Алған, алмаған. Хорошо. Соңғы бір сұрағым, мысалы өте көп ата-аналар қазір вакцинацияға, яғни прививкаға қарсы шығып жатыр. Былайша айтқанда, медициналық білімі жоқ, көздерден, ақпараттардан алынған ақпараттар бойынша қазір қарсы шығып жатыр вакцинацияға. Енді қараңыз, мысалы қызылша вакцинасы, ол бір өзі салынады ма? Мысалы осы негізінде вакцинаның бір несін, қалай айтсам екен, маңыздылығын айта кетсек соңғы рет, иә? Қызылша вакцинасы бір өзі салынады ма, или басқа да вакциналармен бірге салынады ма? Қызылшаға салынатын вакцинаның аты бізде ККП, яғни бізде оны аббревиатура жасаған кезде кор краснуха паротит, яғни тек қана қызылшадан сақтамайды, сонымен қатар қызамық паротиттен сақтайды бізде. Біз қызылшаның өзі кездесетін асқынуларын, қалай кездесетін симптоматикасын айтып кеттік. Сонымен қатар бізде бұл вакцинаның маңыздылығы бар. Яғни қызамық бізде қыз балаларға, яғни қыз балалардың жалпы халықтың арасында қыз балаларға арналған вакцина деп аталынады. Себебі осы қызамық пен қыз балалар жүктілік кезінде, бізде қыз баламыз болашақ ана ғой, сондықтан жүктілік кезінде, яғни қай триместрде ауруына байланысты, егерде бастапқы бірінші триместр болатын болса, баланың уақытына жетпей өліп қалуы, өлі тууы, түсік тастау, аборттың болуы, егерде 20 аптасына дейін екінші бізде триместр болса, ол кезде бізде органогенез, яғни барлық органдардың қалыптасу процесі жүреді. Әртүрлі бізде құлақтың естімеуі, жүректің даму ақаулықтары, тыныс алу жолдарының бізде даму ақаулықтары, көздің көрмеуі сияқты клиникалық белгілер болады. Сонымен қатар осы қызылша кезінде жүректің ақаулықтары тоже болады. Сондықтан бұл қыз балаларға қажет бізде вакцина деп айтамыз. Маңыздылығы сода. Қыз бала өте жоғары. Сонымен қатар паротитте қарсы вакцина да керек, бірақ осы қыз балалардың дамуында осы вакцинаның алатын орны ерекше. Екіншісі ол паротит. Ол ұл балалардың вакцинасы деп айтамыз. Неге? Себебі паротит, яғни өзі аты айтып тұрғандай, ол бізде жаңағы железді органдар бізде сол зақымдайды, сілекей безін зақымдайды бізде. Сонымен қатар паротитті шақыруы мүмкін, панкреатит, яғни ұйқы безінің қабынуын шақыруы мүмкін. Сонымен қатар ер балаларда орхид, эпидидимит, яғни аталық бездерінің қабынуын шақыруы мүмкін. Соның асқынуы нәтижесінде бізде болашақ әкелерімізде, яғни ұлдарымызда белсіздік, бедеулік сияқты асқынулар шақыруы мүмкін. Сондықтан да бұл ККП, яғни тек қана қызылша ауруына қарсы емес, қызамық, паротитке қарсы 3 ауруға қарсы вакцина болып табылады. Бірге салынады. Сонда бір вакцина арқылы біз 3 аурудан алдын аламыз. Алдын аламыз. Сол аурумен кездескен күннің өзінде де біздің организмімізде ол ауруға қарсы иммунитет болады. Есте сақталынады, сол вирустар, келесіде жұққан кезде сразу аурумен ауырған күннің өзінде жеңіл ағымды өтеді, клиникалық белгілері жеңіл дәрежеде, тез емге бағынады, асқынулары болмайды, аз болады. Соңғы сұрақ қойайын. Айтып жататын шығар, өздерінің балалары привиты ме екен деп. Сіздің балаңыз, мысалы қызыңыз бар, Аллаға шүкір, қызыңыз тоже прививка алған ба? Менің балам әлі 1 жасқа менің 1 жасқа да 6 айға да жетпеген, уақыты келсе біз аламыз. Негізінде оған дейінгі прививкаларды алдыңыздар ма? ККП-ға дейінгі алынған. Босану бөлімінде де одан кейінгілерін алдық. Уақыты жеткенде қарсы көрсеткіші болмай, ОРВИ клиникалары болмай тұрса, барлығын уақытымен аламыз. Вакцинацияға деген көзқарасымыз оң, бізге жақсы. Себебі сондай медициналық дәлелдемелері бар ақпарат оқуға тырысамыз. Сондықтан бізге қазір вакцинация өте қажет. Дәл қазіргі ситуациядан біз алып шығатын тек қана вакцинация. Тек қана вакцинация. Хорошо.
Бізбен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған инфекционист дәрігер Парасат Қайратқызы және мен Жанат Дінисламқызы. Егер де қойылмай қалған сұрақтарыңыз болса, немесе өздеріңізді мазалап жүрген сұрақтарыңыз болса, осы видеоның астында комментарийде жазып кетіңіздер. Немесе Парасат Қайратқызының инстаграм парақшасында сілтемеге қалдырып кетемін. Сонда жазып өзінен консультация алсаңыздар әбден болады. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесіде қандай дәрігер шақырайын, немесе қандай сұрақтарыңыз болады ол дәрігерлерге, соларды жазып кетсеңіздер де болады комментарийда.